құрметті Сұрапыл арнасының көрермендері. Өздеріңізбен бірге әдеттегідей мен Ермахан. Енді өздеріңізбен бірге бөліскім келіп жатқан жаңалық әдеттегідей Чемпиондар Лигасы, Аллаға шүкір, біздің Қайрат футбол клубымыз осы маусымда Чемпиондар Лигасының жалпы кезеңіне өтіп, әр уақытта өздеріңізбен осындай жақсы жаңалықтармен бөлісіп отыратындай мүмкіндік туғызды маған да. Енді осы қараша айының 5-нен 6-сына қараған түні, яғни түнгі сағат 00:50-де Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінен Чемпиондар Лигасының 4-ші туры итальяндық Интер футбол клубы біздің Қайрат футбол клубымен ойын ойнайтын болады. Бұл ойын Италиядағы Милан қаласындағы Джузеппе Меацца, яғни Сан-Сиро алаңында өтетін болады. Енді қазіргі таңда екі клубтың Чемпиондар Лигасының жалпы кезеңіндегі жағдайына келетін болсақ, 3 турдан кейін Милан командасы 9 ұпаймен, яғни 3 ойында да жеңіске жетіп, көш бастап тұр. Ал біздің Қайрат қазіргі таңда 3 ойында да бір рет тең ойын, 2 жеңілістен кейін 1 очкомен төменгі орындарда тұрған жағдайы бар. Дегенмен де енді Қайрат біздің еліміздің чемпионы, сондықтан да қолдауымыз керек деп ойлаймын. Жеке өз басым сіздерді де сол жанкүйер болуға, қолдауға шақырамын. Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінен жіберіп алмаңыздар. Әрине мүмкіндіктеріңіз болып жатса, Италияға барып, Милан қаласына барып, Джузеппе Меацца Сан-Сиро алаңына барып, тікелей өз көздеріңізбен көрсеңіздер де әбден болады. Сау саламатта болып тұрыңыздар. Амандықта жүздескенше.